апайлар, әпкелер, сіздер бастарында мамалар, сіздерге кәнекей. Сұрақтарымыз бар ма? Сұрақтарымыз көптен ойландырып жүрген ашып қоя беріңіздер. Айтыңыз, орталықта біреуіңіз айтсаңыз болды. Бәрі рас, бұның не сұрақ бар? Мойындап отырмыз. Сұрақ қоймайды деп ойлаймын сол. Жоқ, екі адам сұрақ қоймайды дейді. Екі түрлі адам сұрақ қоймайды дейді ислам ғалымдары. Бірінші, бәрін білетін адам немесе ештеңе білгісі келмейтін адам. Өйткені адамзаттың ең жұлдыздары болған сахабаларға сұрақ қойылмаған дейді. Ал енді біз мысалға бір білімді адам болса, мен де біраз нәрсе сұрап алғым келіп отыр. Бірақ енді сіздермен кездесіп, сіздер мына көріп отырғызғаннан кейін білгенім болса мен жауап берейін деп отырмын. Әйтпесе білетін шамалы мүмкін бізде сіздердің балаларыңыз сұрақ осы қазақ халқымыз тәуіпшіл келеді да осы. Ана жерде андай топ, мынандай топ шағалайды жүреді әйелдер ше ба? тәуіп. Иә. Сол қалай дұрыс па негізі? Мен өз басым бұндайға қарсымын. Осы тәуіп мәселесіне байланысты қосымша сұрақ қоятын кім бар? Қамтып жіберейін да? Айтқандай топтар екен. Бұл да ұқсас. Тағы апайлардан сіздер қосақтарыңыз бар ма? Тәуіп көріп келіп алуя емшілік. Жақсы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мынау Ванга деген әйел болды ғой. Көп нәрсе құйын ұшырып әкетіп, қыз кезінде жерге түсті. Көз көрмей қалған, кейін елге көп нәрсені айтып беретін болғанда, дүние жүзінен адамдар келетін болған. Соған христиан келсе, қазір мен сенің пайғамбарыңды шақырып алайын дейді екен да, Иса пайғамбар шақырып сөйлескен. Иудей келсе, Мұса пайғамбар алейхиссаламды шақырып сөйлеседі. Бір күні бір мұсылман осы не айтар екен барып көрейін деп барады ғой алдына. Соны айтты. Дінің не деді? Мұсылман деді. Қазір онда сенің пайғамбарыңды шақырып сөйлесейін, сенің мәселені қарайды. Ары отырады, бері отырады, ары отырады, бері отырады, бір уақыт айтады. Сенің пайғамбарыңның түрін көре алмай жатырмын. От болып келіп тұр дейді да. От болып келіп тұр, бірақ түрін көре алмай жатыр. Енді бұл оқиғаны не үшін айтып отырмын? Себебі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның мынандай бір хадис бар. Шайтан дейді, менің бейнемді ала алмайды дейді. Басқа кез келген адамның бейнесіне кірсе де, менің бейнемді ала алмайды деп айтқан. Ол не білдіреді? Яғни Вангаға кім келіп, пайғамбар болып келіп жатқан, кім ол шақырып алып сөйлесіп жатқаны кім екен? Шайтан қалған. Ванганың да, кез келген емшінің де, тәуіптің де, ата бабасы деп, басқасы деп шақырып алып сөйлесіп жатқан адам болар емес. Солардың бейнесін жамылып келген шайтан екен. Ал енді, неғып ол жаңағы мұсылманның пайғамбарын көре алмады түрін? Себебі пайғамбарымыз алейхиссаламның түріне ешбір шайтан кіре алмайды еді. Сондықтан Алла тағала адамдар мен жындарды жаратқан кезде адамдар мен жындарды жаратқан кезде екеуіне де шарт қойған. Шекара қойған. Мынадан былай сыртқа шықпайсың. Адам баласына құдайына құлшылық жасайды, кәсібін істейді, өмірін сүреді, өтіп кетеді дейді. Жында солай болу керек. Ал бірақ кім адамнан шектен шықса, ғайыпты білем, біреудің өткен өмірін білем, болашақты білем десе, шекарадан шықты. Ол жындар әлеміне барып байланысқан сөз. Жындардан да солай адамдарға байланысқан сөз. Бірақ жындардың бізден сәл айырмашылығы бар. Олар оттың жалынынан жаратылған. Олар түрлі бейнеге кіре алады. Біздің денеміз 75 килограмм, болмаса бойымыз мынандай болатын болса, жында ол өзгеріп кете береді. Хадисте айтылғандай, Расулullah алейхиссалам айтқандай, олар аспанда
Алла Тағала періштелерге әмір беріп жатқан кезде, сол әмірлерді тыңдау үшін бірінің үстіне бірі шығып, шайтандар сыр тыңдайды. Сол кезде естіп қалған кезде Алла Тағала жұлдыздармен атады. Аспанда жұлдыз ағады ғой, зу етіп. Сол жұлдыз аққаны Алла Тағаланың бір шайтанды атқаны болып есептеледі. Сол кезде ол астындағыға жеткізіп үлгеріп қалса, ол информация астына қарай кете береді. Жеткізіп үлгермей қалса, ол шайтан жанып кетеді. Сөйтіп, ол астындағы шайтанға жеткізіп, жердегі өздерінің елшілеріне жеткізеді. Ал шайтанның жердегі елшілері кім? Емші тәуір көріппен балдырды. Абай атамыздың бір өлеңі бар ғой, не деді? Моласындай бақсының жалғыз қалдым тапшығым деді. Неғып бақсының моласы жалғыз қалады? Себебі қазақ, мұсылман қазақ, бақсыны мұсылмандардың қабіріне қоймаған. Оның діні бөлек, оның сенімі бөлек, оның жолы бөлек болғандықтан, оның моласы да бөлек болғандықтан. Моласындай бақсының жалғыз қалдым тапшығым деген сол. Сондықтан бақсылы, алдар көрген киносында айналып соққылардың бақсы бар ма? Сол сияқты бақсы, кем келген неяқтағы космостан хабар алып жатырмын, әруақтар айтып жатыр деген кем келген бақсы тәуіп көріппен, ол яғни шайтанмен тікелей байланысты. Бірақ ел бекер жүрмейді ғой оларға. Неге жүреді? Себебі олар бірлі жарым шындықты айтады. Жаңағы Алла тарапынан естіп келген бір шындыққа 100 өтірік қосып айтады олар. Сіздің 5 балаңыз бар екенін біліп айтып қою мүмкін адам алдына келді. Сол кезде айтады, сіздің 5 балаңыз бар екен. Екінші айтады, бірақ 5 балаңыздың мінезі 5 түрлі екен дейді. Сіз балаларыңыз ауырып қалса қатты уайымдайды екенсіз. Арқаға кете береді де, ол психологиялық нәрсе ғой енді. Қарның ашса тамақ ішкім келеді деген сияқты әңгіме ғой. Сөйтіп кете береді. Сонымен бір шындыққа 100 өтірік қосып айтудың арқасында адамдар оған сенеді. Айтқан дәрігерді ғой, менің бәлелі кезде құлағанымды біліп қойды ғой, менің түген жылы ажырасайын дегенімізді білді ғой деген сияқты соны айтып қойды. Сондықтан мынау Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі бар ғой Түркістанда. Сөйерде бір керемет оюлар бар екен. Сол оюларды кейінгі ғалымдар ою екен деп ойлап жүрген ғой. Кейін бір дінді бір өнер бар. Арабтың әріптерін өте керемет сурет сияқты салған бір өнер бар. Соны меңгерген бір бауырымыз келіп, жаңағы оюды қараса, ою емес екен. Құран аят екен. Ол не деп жазылған екен? Барлық ғайыптың кілті Аллахтың қасында деп жазылған аят екен. Яғни ғайыпты адам баласы біле алмайды. Ғайыптың кілті сыры Алланың қасында екен. Алла Құранда айтты. Соны бүкіл тәуіп көріппен балгерлер барып зиярат жасап жатқан сол қабірдің маңдайында сол жазылып жүрген. Өздері соны білмейді ана жерде не жазылып тұрған. Ал олардың істеп жүрген істерінің жауабы ана жерде жазылып тұр да, сендер не айтып жүрсіңдер? Ғайыптың кілті Алланың қасында ғой деп жазылып тұрған. Сондықтан да ағайын туыстар, көріппен, балгер, тәуіп адамның артықшылығы оның тақуалығында ғана. Адамның артықшылығы Аллаға бойсынып, Пайғамбар алейхиссаламның көрсеткен жолымен жақсырақ жүруінде, керемет көрсетуінде, қарасу теріс ағып жіберуінде, болмаса фокус көрсетуінде, стенадан өсіп кетуінде, аспанға ұшып кетуінде емес. Адамның ерекшелігі дінді дұрыс түсініп, соны дұрыс ұстануында. Сондықтан не деді Пайғамбарымыз алейхиссалам? Кім-кім көріппенге бара жатып жолда қайтыс болып кетсе деді, әлі барған жоқ. Бара жатып қайтыс болса ол тозақ дейді. Кім көріппеннің айтқанына сенсе деді, ол маған түсірілген кітап, яғни Құранға күпір болды деді. Ал білесіздер, Құранның бір аятына қарсы келу адам діннен шығарады. Қазақ не деді? Кәпір мұсылман болу әсте, кәпір болу бір бәсте деген еді. Сондықтан діннен шығарып жіберетін нәрсе. Енді тұмар әртүрлі нәрсеге байланысты осы қоғамдықта Қайрат Жолдыбай деген Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ресми өкілі келіп жауап берді. Өте жақсы айтты. Күнә үшке бөлінеді ағайын. Ең үлкен
күнәнің аты ширк деп аталады. Одан кейінгі күнәнің аты харам деп аталады. Одан кейін кішігірім күнәлар бар, оны мәхрух деп қояды, жеркенішті нәрсе. Қазақтың сөзі бар ғой, ауызға келген түкіріп, қайта жұтсаң мәкрух дейді. Яғни аузыңа түкіріп жинап алып соны жұтсаң жеркенішті нәрсе да. Осындай күнәлардың атын мәхрух деп айтады. Харам деген Алладан тыйым салынған нәрсе деген сөз. Ширк деген сөз, енді ең үлкен күнә. Аллаға серік қосу деген сөз. Алланың ғана қолынан келетін нәрсені басқа нәрседен де сұрау деген сөз. Сондықтан ағайын, адам арақ ішіп қоюы мүмкін, бірақ басқа бір жақсы сипаттарымен намаз оқып жүріп өмірден өтсе, мүмкін Алла кешіреді, мүмкін Алла кешірмейді. Ұрлық қылып қоюы мүмкін, мұсылман намаз оқып жүріп. Қаласа Алла қияметте кешіреді, қаламаса кешірмейді. Бірақ бір күнә бар. Көзін тірі кезінде тәубе қылып кетпесе, қияметте мәңгілік тозаққа кіріп тартылатын күнә бар. Ол күнә ширк күнәсі, Аллаға серік қосу күнәсі. Оған не жатады? Әлемдердің Раббысы Алладан да сұрап тұрып, қосымша Құдай оңдасын, әруақ қолдасын. Құдай әруақ жар болсын. Осы тұмар мені сақтайды, тілден көзден. Осы еріп қойған адыраспан, осы бір қызыл шүпірек мәшінемді сақтайды. Осы үйге береке әкеледі деген сияқты ырым-жырымдарымыз сол Аллахқа серік қосу есептелінеді. Енді қараңызшы. Сіз президенттің тапсырмасымен жүріп, бірақ сол президент тапсырған істі атқарып, соның рахметін орынбасарына айтсаңыз, президентке айтпасаңыз, президент ренжітесіз ғой. Ал әлемдердің Раббысы Алла Тағала құлшылықты қабыл ететінде жалғыз өзі. Жан бергенде сол, жанды алатында сол, ырысқы беріп атқанда сол, ырысқымыз тоқтатып қоятында сол, ертең өлгеннен кейін алдына баратында сол Раббымыз. Бірақ біз сөйте тұра қолынан шынында да көп нәрсе келмейтін басқа бір нәрселерден жәрдем сұрасақ не болды? Ол да сол Аллаға серік қосқан есептеледі. Енді қараңыздаршы, мынау телевизордан көріп жүрсіздер, аспан әлемінің галактикаларын көрсіздер ғой. Күн, Юпитері бар, Сатурны бар, Меркурийі бар, Жері бар, қасында 9 бала-шағасының ерті бар, күн системасын айланып барады ғой. Ол құс жолы галактикасын айланып жүр. Құс жолы галактикасы 100 миллиондаған жұлдыздарды алып, басқа бір сентрді айланып жатыр да. Ол сентр миллиардтаған жұлдыздар мен планеталарды шұбатып, басқа одан да бір үлкен сентрді айланып жатыр. Оның ар жағында Алла біледі. Соның арасында жер деген көзге көрінбейтін, еленбейтін бір теңіздің жағасында құмның ішіндегі бір кішкентай құм секілді бір кішкентай нәрсе. Сол жердің желкесінде жабысып бір 6 миллиард адам кетіп бара жатса, әйтеуір ашып өліп қалмай, анадан қалып кетпейін, мынадан қалып кетпейін деп. Сөйтіп кетіп бара жатқан 6 миллиард адам анан-шанбай әлемдерді жаратып басқарып тұрған Алла Тағаладан сұраудың орнына өзі сияқты бейшара бір адам, оның өзінде де тәні топыраққа шертіп кеткен, жаны Алла тарапынан кеткен бір әруақтан жәрдем сұрасақ не болды? Әділдік бар. Әділдік емес. Сондықтан біз әруақты сыйлаймыз, құрметтейміз, оларға дұға қыламыз, олардың атынан қажылық істейміз, олардың атынан ораза ұстаймыз, олардың атынан садақа береміз, олардың атынан көп нәрсе істеп, әруақты тіптен тірі адамды ғайбаттап қойсақ, барып кешірім сұрап алуы мүмкін. Өлген адамды ғайбаттасаң қайтып сұрайсың. Өлген тірі адамның денесі қандай құрметті болса, өлген адамның да денесі сондай құрметті. Тірі адамның үйі қандай құрметті болса, өлген адамның жатқан жерінде қорлауға болмайтын жер. Ол жерге барып басқа нәрсе істеуге болмайды. Асы, дәрет сындырып, әрқандай нәрсе істеуге болмайды. Ол да құрметті болады мұсылманның жатқан. Бірақ сыйынбаймыз. Бірақ жәрдем сұрамаймыз. Неге? Өйткені олардың қолынан келмейді. Шын мағынасында олардың қолында көп нәрсе жоқ. Мысалға, үкінің қанаты, адыраспан, көз моншақ сияқты нәрселер бар. Адамдар солардан бір іліп қояды, балаларына қойып немесе өзіне бір жақсылық айтады. Бірақ қарапайым
логикамен қараңдаршы ағайын. Bir бейшара бүкір қарын аш. Түнде бір сасық тышқанды жей қояйын деп шығып, екі көзін тышқанда аңдып тұрғанда бір аңшы келіп оны тырс еткізіп атты да шитім ұстады. Жалп етіп құлады. Көзінің тірісінде тырнақтай қорғасыннан өзін-өзі қорғай алмаған үкі өліп қалғаннан кейін оның қурап кеткен қанаты өзіне миллион есе адам пайдаланбайды. Рецепті мойныңызға тағып алсаңыз жазасыз ба оның? Жазылмайсыз. Тура сол сияқты біздің рухани бақытымыздың бұл дүниедегі бүкіл жақсылығымыз бен жамандығымыздың рецепті Құран деген. Алла тарапынан жіберілген ұлы кітап, нұр, ақ пен қараны ажыратушы. Оны оқып, түсініп, өмірімізге асырғанда ғана ол нәрседен бізге пайда барды. Ал оны мойнымызға тағып алғанда ешқандай пайда жоқ. Керісінше біз соны мойнымызға тағып алып дәресіз жүріп қалсақ, мойнымызға тағып алып туалетке кіріп кетсек, мойнымызға жатып алып әйеліміздің қасында жатсақ, ол нәрсеге керісінше біз қадірін кетіріп күнәға батқан болып есептелеміз. Кімде тағы қосымша сұрақ? Енді мынау тәуіптерде жалпы иман келтіріп, намаз оқу, жақсылыққа шақырады дейді ғой енді. Шынында солай ағайын. Сені бір сазға отырғысы келген бір кәсіпкер ма, бір қу алаяқ біреу болса, ол да мен сені алдайын деп келдім демейді да. Мен сенімен бірге жұмыс жасайын деп едім, екеуміз бірге байық деп келдім да. Бірақ лақтырып кеткенде бірақ білесіз ғой қандай адам. Тәуіп көріппен де, емшілікте, балгерде сіз сенетін сөздерді айтады да. Сіз сенбесеңіз оған жоламас едіңіз. Жақсылық қалаған болады. Жақсылық қалаған сөздерді айтады, сіздің білімсіздігіңізді білгеннен кейін өзіне құлық қояды да. Не істе десе, не дүниеңді алып кел десе алып келесіз, таудан төмен қарай домала десе домалайсыз, ауна десе аунайсыз, басыңа нан жаста десе нан жастайсыз, аяғын көтеріп жат десе көтеріп жатасыз, ажырас десе ажырасасыз, білгеніңіз істейсіз да. Оған сенімнің кілтін қолына ұстатқаннан кейін болды. Намаз оқы десе, Құдай айтты, Құранда айтты десе оқымайтын адамдар тәуіп айтты десе оқымайды. Бірақ тәуіп айтты деп оқыған намаздан пайда жоқ. Тәуіп айтты деп берген садақадан пайда жоқ. Өйткені ол тәуіптің ризашылығы үшін істелініп тұр да. Тәуіптен бір бәле келіп қала ма деп істелініп тұр да. Алла үшін істелініп тұрған жоқ болмас. Тіптен Алла үшін деп істесеңіз де, тәуіп айтты деп істесеңіз, одан ол амал қабыл емес. Себебі пайғамбар айтты деп істеуіміз керек. Алла айтты, Алланың пайғамбар айтты деп істеуіміз керек. Сондықтан ол мас. Олардың иман келтіруі, намаз оқуы, аппақ болып, дәрет ұстап жүруі мас. Өзім сол жолда жүріп көрдім ғой, ең бірінші исламға келерде, сол көріппен тәуіптер, ойбай, сен бір сұмдық айлықтар қолдап жүр, соларды саған постоянно берейін, сабай мынаны істе, ананы істе деп, маған сондай нелерді айтып, ең соңында Қазақстанды араламаған қабіріміз қалмай, ата-бабаларымыздың басын мазалап, солардың басына барып қонып, не істеп не қойғанымыз білмей, сол жерде топырағын тасып әкетеміз ағамыз. Мына топырақтар қасиетті болады, бір түйіншектен ал дегенде біз қазақ екі түйіншектен аламыз. Жаңағы сүйегін жалаңашқа білдіріп бағымыз. Енді қазір өздеріңіз хабардар болып отырсыздар ғой, біз телевидение ашып жатырмыз, асыларына келеді. Сол телевидениенің жұмыстарын кеңейту мақсатында біраз шет мемлекеттерді араладым. Соның ішінде араб елдері бар, Африка елдері, Европа, Лондон, Париж, жаңағы Тегеран, Стамбул соларды араладым. Сол бір сапарында, осы жақында бір ай, 2 ай бұрын, Стамбулда үлкен Саманьол бары, ес-ТВ, Хилал ТВ деген телеканалдар бар. Солардың басшыларымен әңгімелесіп дастархандасып отырғанда осы сұрақты қойдым.
Осы сіздерде Түркиядан қаншаған телесериалдар келіп жатыр. Соны біздің қазақтар өзіміздің түріктің кинолары деп көреді деді да. Бірақ ішінде мұсылманшылықтың я азан айтылмайды, я намаз оқылмайды. Тек қана Алла деген анда-санда бір сөздер естіп қалмасаң, Европаның өмірінен жаман. Bir dinde жоқ адамдар сияқты. Бұл не нәрсе? Бұны қалай үйтіп жасап жатсыздар деп сұрап едім. Жаңағы кісілер күлді. Бауырым деді. Ол кинолардың деді, түрікке де, Түркияға да ешқандай қатысы жоқ. Ол киноларды Түркиядағы бір студиялар түріктерді бұзу үшін, түріктердің атын пайдаланып, өзге де түркі халықтарын бұзу үшін жасалып жатқан кинолар деді. Яһудилердің жасап жатқан фильмдері. Оның ешқандай біздің түріктің жақсы мұсылман түріктерге адамзатты ойлайтын, мейірім, шапағат, жақсылықты ойлайтын түріктерге қатысы жоқ фильмдер. Мысалға, басқа бір елдің марксының атынан біреулер товар шығарып жібереді ғой. Сол сияқты түріктің атын пайдаланып, түріктің әртістерін пайдаланып, сондай істеліп жатқан тірліктер. Бір бауырымыз бір жерге келсе, бір топ достар отыр екен. Жаңағы досына келіп айтты: "Ей бауырым, бір нәрсе айтайын деп едім, қабылдайсың ба?" "Жақсы, айт" деді. "Жаңа сенің үйіңе кіріп шықтым" депті да. Енді досымыз ғой, айтпасам болмайды. Үйіңе кірсем, сенің үйіңде әйелің мен бала шағаң қасында бір жігіт отыр екен депті. "Анау үй кім ол? Не?" "Бір жігіт отыр екен, бірақ ол күйеуін қалай алдауға болатыны туралы үйретіп жатыр екен әйеліне" депті. "Мен оның желкесін үзіп алайын" деп, тоқта, отыр, тыңда енді. Мен айтайын, сен үйге барып өзің әрекет. Бала шағаңды қалай өмір сүру керек екенінің бәрін сол үйретіп жатыр екен депті. "Сенің әйеліңнің екі көзі сонда сүйсініп қараған кезде сенің жүзің өйтіп қарамайтын шығар" депті. Бұл уже шыдай алмай орнынан тұрып жүгіре бергенде айтты: "Ей бауырым" депті. "Ол жігіт деп айтып отырғаным ол теледидар" депті. "Сен ол телевизор ғой" деп үйіңе тастап кеттің депті да. "Бірақ теледидар" депті. "Сен бала шағаң мен әйеліңе бөлген уақытыңның, сен әйеліңе 1 минут уақыт бөлсең, ол 10 минут уақыт бөліп алады" депті. Сондықтан да қазіргі кезде апайлар, жеңгелер, ағалар, теледидарды біз сондай бір әйелімізбен жалғыз қалған жігіт сияқты, бала шағамызбен жалғыз қалған бір жауыз сияқты, людоед сияқты қарамасақ, талғаммен қарамасақ, ол өзінің илеуіне татып кете береді. Ол теледидардың үйіндегі шығарып қирап таста деген сөз емес. Ол ештеңе көрме деген сөз емес. Бірақ біз пайда мен зиянды ажырата білеміз. Жақсы мен жаманға қарай көп насихат үгіт жасауымыз керек. Өйткені бір мынандай қағида бар. Уағыздамасаң, уағыздаласың деген насихат бар. Өзің насихат жасап, өзің жақсылықты, бала шағаңа жақсылық үйретіп, өзің дінді үйретіп, өзің бір нәрсе біліп, соны өзгелерге үйретпесең, ойлама, маған біреу үйретпей, мен тыныш жүреді екен. Сен я біреуге үйретесің, я біреу саған үйретеді. Бұл дүниеде Алланың сынақтың жаратқан дүниесінде тыныш жататын адам болмайды. Тыныш жататын адам болмайды. Міндетті түрде сенімен біреулер айланысып жүреді. Сондықтан теледидарға байланысты сондай мәселе. Мынандай нәрсе бар ғой. Әрбірінің бір күнәнің бір нелері бар ғой. Өлшемдер, мысалы, сотталғанда да 5 жылға, 10 жылға дейді, мысалы, осы жөнінде, мысалы, ұрлау бір күнәға жатады, мысалы, өтірік айту бір күнәға жатады. Осылар жөнінде, мысалы, шариғат бойынша қалай күндері қалай, заңдары қалай, ережесі қалай, жағдайы қалай болады, ұрлаған адам, алдаған адам. Осы жөнінде не айтылады бізге шариғат? Барлық мәселе ағайын туыстар Алламен қарым-қатынасымызға байланысты. Алланы неғұрлым жақсы таныған сайын, дұрыс таныған сайын түсінігіміз дұрыс болады. Ал Алланың бұйрықтарын орындаған сайын иманымыз көтеріліп, сондай бір кемел дәрежеге жетеміз.
сіздерге бір мысал айтайын. Қазақтың ең көбейген уақытысы, ең баланы көп туған уақытысы қай кез? Соғыстан кейінгі жылдар, 50 жылдар. Статистика ғой солай. Ал бірақ қазақтың ең жағдайы нашар болған кезде солда. Соғыстан кейін қайбір жақсылық, еркектің бәрі қырылмаған, әйелдің барлығы жесір, баланың барлығы жетім. Ешқандай өндіріс, ешқандай ауыл шаруашылығы іске қойылмаған сондай бір уақыттар болғанда. Сол кездегі біздің аналарымыз, әжелеріміз, барлығының үйінде сондай оқиға болды. Солар былай деп айтады. Таңертең бригадир келіп жұмысқа айдайды. Күрішке шық, астыққа шық, бидайға шық. Айдаған кезде дейді, айлық берем деп отқан ешкім жоқ дейді. Жалақы береміз, болмаса көмектесеміз деп ешкім жоқ. Сен жұмыс істеу міндетің дейді, болды. Қамшыны ысқырып келгенде сен жұмысқа шығуың керек дейді. Және я саған ет бермейді, я саған сүт бермейді, я саған ақша бермейді, ешқандай көмек бермейді, бірақ істеуің керек. Және дейді, сол істеген кезде дейді, сен ана істеп жүрген бидайыңнан бір уыс алсаң дейді, сотталып кетесің дейді. Сонда солар аштан өлсін дейді ма, неге сөйтеді екен дейді да. Бірақ сөйткенде дейді, біз бір уыс бидай оламаймыз дейді. Ана жерден етегімізге жабысқанса, ана жерде бір-екі сабақ болады, соларды түсіреміз, үгітеміз дейді. Содан баламыз сылтау, басқаны сылтау қылып, үйге жүгіріп келеміз дейді. Ең ішімізде пысық деген әйел дейді, 2 уыс бидай алып келген болса, соны диірменге тартып жіберіп, сүтке ма, бір суға ма шылап жіберіп, соны кішкене бөктіріп жіберіп, соны тамақ бұлаңық қылып жейді. Пысық әйеліміз. Пысық емес әйелдер жаңағыны пуырып жіберіп, шашып жіберіп, соны әйтеуір теріп жеп, бауқсап, сөйтіп күнімізді көрдік дейді. Міне, осындай уақытта олар ұрлық қылмаған еді. Осындай уақытта сол жеңгелеріміз, апаларымыз тәнін сатып, жезөкшелік қылмаған еді. Осындай уақытта Құдайдың бергенін Алла берді деп етегіне салып, көрінген шеңгелдің түбіне баласын алдырып кеткен жоқ еді. Неге? Себебі ол адамдарда дұрыс түсінік бар еді. Құдайдан қорқу деген бар. Алла беріп жатыр, Аллаға шүкіршілік деген, қанағат, сабыр, шыдам, төзім деген нәрселер бар еді. Ал біз қазір дүкенге кірсек, супермаркетке кірсек, не алатынын білмейсің. Кефидің 20 түрі тұр, шайдың 40 түрі тұр, сүттің 15 түрі тұр. Өзі не ішіп, не жерімізді білмей қалды. Әкеші, ана сүттің дәмі бірден келген өзі. Мынау шай жөн шықпайды екен, ана Ахматтаулық мынандай екен, Шахталбек мынандай екен деген сияқты біз сондай дәрежеде жүріп, Құдайымызға шүкіршілік қыла алмай, намазымызды оқи алмай, еще баламызды тумай, аштан өліп қалатындай көріп, жүрген жерімізге жұмысқа тұрған кезде мынандай психология болатын болды да бізде. Бір жерде жұмыс бар екен десе, не жұмыс екен? Мынандай жұмыс екен. Ол жерден қосымша мынандай ұрлауға болады екен. Ол жерде мынандай нәрсені алып кетсе, темір шығарып кетсе болады екен. Ол жерден древге ала аламын екен деп ойлайтын жағдайға жеттік та. Баяғыда еврейді бір жерге жұмысқа шақырып жүрді. Қандай жұмыс деп? Табысылатып боласың деп. Жақсы болды ғой, рахмет саған, рахмет, қанша уақыт жұмыссыз отырдым, рахмет, енді өзі қайтады ғой, рахмет саған деп алып, бетінен сүйіп жаңағы сөйтті. Сөйтсен де жарайды, рахметіңіз дұрыс, бірақ енді айып етпе, айлығы, зарплатасы сәл мынандай ғана депті да. Еще зарплатасы бар ма деп айтасыз дейді. Сол айтқандай, мұсылман адамда екі нәрсе болады екен да, ағайын туыстар. Бір қызметке тұрса, сол жерден адалдан ырысқа алайын деп, және сол істеп жатқан жұмысым өркендесе, дамыса екен деген ниеттестік пен тілектестік болады екен. Осы нәрсе болған кезде, сол жұмыс жүрсе, біздің де жағдайымыз жақсы болады, көңіліміз тыныш болады, бастығымыздың көңілі жақсы болады, коллектив тыныш болады. Біз өзімізді ғана ойлап, мынау маған қатысы жоқ, менің басым аман қалса болды деп отыратын болсам, онда ешқашанда Алланың берекеті ол ұжымда, ол коллективте болмайды екен. Сондықтан ағайын туыстар,
ұрлық бұл мынау қазір араб елдерінде не үшін қол кеседі? Bir күнәға байланысты бармағын кеседі, bir күнәға байланысты төрт саусағын кеседі, бір нерін кеседі, былай кеседі. Осы жақын уақыттарға дейін Меккеде, Мәдинада ұрлық қылған адамдардың қолын кесіп алып, қаланың кіреберіс дарвазасына іліп қоятын болды. Зато бір-екі адам ұрлық қылып қалған ел таза жұмыс жасайтын болды. Абай атамыздың заманында кім? Құнанбай атамыз Қамқа мен Қодарды шариғат бойынша жазалады ғой енді. Әрине енді саясат сондай болды, әуелі атамыз оны басқаша көрсетті. Бірақ шын мағынасында сол өмірде дейді, сол өмірде 50 жылға дейін ондай күнә қайталанбапты да, өзінің келінімен қайнатасына қосылу дейді. Қамқа мен Қодардың күнәсіне берілген шариғи жаза адамдардың сана сезіміне, сүйегіне сіңіп кеткен да, ол күнәға мылтықпен айтасың бармайды ол күнәға. Неге? Көзімен көрді, тәнімен, жанымен сезді. Ал біз не істейміз? Біз білеміз қазір адам бір бәле көрініп қалса, бірден не ойлайды? Так, бұны кім шешеді? Бұны так, $2000 түсетін болды ғой, мынандай болып қалды ғой, мынандай болды деп, адам күнәсінің зардабын бірдеңе бүлдіріп қойды ғой деп емес. Сапал дейді, суал, енді осыдан шығудың жолын іздейді. Сондықтан ағайын туыстар, біздің кез келген күнәдан құтқаратын нәрсе ол Құдайдан қорқу, Алламен болған қарым-қатынас. Сондықтан қазір айтты, Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Алладан қорықса, бізде ешкім қорықпайды. Ал Алладан қорықпаса, шынында да біз қорқынышты адамыз. Себебі, нақты мысал айтайын сіздерге. Біз кейде айтамыз, хайуан емеспін ғой, адамбыз ғой, мал емеспін ғой мен. Мал тасып келе жатқан жоқсың ғой, дұрыстан түзеші деп. Адамбыз деп айтамыз да. Ал бірақ мал екеш, мал істемейтін нәрсені істеп жатыр қазір. Сол адам деген атталып жүрген жаратылыстар жасап жатыр. Мына көкелерді біледі. Текті айғырлар өз кіндігінен болған байталды үйіріне жақындап кетті. Қасқыр екеш, қасқыр апанына көрші болған қойшының малына шаба ма, шаппай ма? Шаппайды. Неге? Көршілік қақсын сақтап тұрды. Ана ұрпақтық, тұқымдық тазалығын сақтап тұрды айғыр. Ал бірақ, ағайындар, көршісінің қорасына ұрлыққа түсіп жатқан адамдар бар ма? Әкесінің ұрлыққа түсіп жатқандар бар ма? Өзінің қызын зорлап жатқандар бар ма? Өзінің шешесін зорлап жатқандар бар ма? Енді осыларды адам деп айтуға келе ме? Нағып ондай болды бар. Адам еді ғой, оларда ақыл бар еді ғой, сана бар еді ғой, дұрыс пен бұрысты ажырататын қабілет бар еді ғой. Сөйтсек, адам баласында иман болмаса, адам баласында Аллаға деген қорқыныш болмаса, мұсылманшылық болмаса, оның дипломы болса, оның ақшасы болса да, оның басқа деген көптеген информация білімі болса да, ол мал істемейтін күнәні хайуан істеп кете береді екен. Адамды адам қылатын ағайындар мұсылман, адамды адам қылатын ізгілік парасат, ол Құдайдың берері екен да. Ал енді қараңыздар, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям миғражға шыққанда түнде, білеміз ғой, миғраж түн деген бар, пайғамбарымыз көкке көтерілген. Сонда Жәбірейіл алейхиссалам секілді періште көтеріле алмаған деңгейге ары қарай қабатқа кім көтерілді? Пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам көтерілді. Адам иманы күшті болса, періштеден артық дәрежеге көтеріледі. Ішіп жейтін адам баласы, ішмейтін, жемейтін періштеден жоғары дәрежеге көтеріледі. Иманына байланысты. Ал иман болмаса, адам баласының істемейтін күнәсі жоқ. Жер бетінде атом бомбасын ойлап тауып, жер деген планетаны жүзірет жоқ болып жіберетіндей пульт ұстап бір-бірін қорқытып отырған кім? Адам. Сондықтан да ағайын туыстар, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям және оның
әлемді билеген халифалары Hazreti Omar сияқты адамдар ақыранасы болмаған, көшеде талды көлік көздеп тұрған адамдар қасынан өтіп бара жатқан. Hazreti Omar деген халифа радиаллаху анху соны бір дамыған елдің елшісі іздеп келеді ғой. Патшалардың қайда, мен соған тікелей жолығуым керек дейді. Мына көшемен жүресің, былай барсаң ана жер. Барса бір әйел мен еркек тамның сыртын таптап сылап жатыр, біреу әперіп тұр. Таппай қайтып келеді. Таппадым, бір еркек пен әйел тамның сыртын таптап сылап жатыр, басқа ешкім жоқ. Ей, сол біздің патшамыз. Қайтып барса, мына шеті Испания, арғы шеті Африка, мына шеті сонау неге дейін Кавказға дейін билеп тұрған мұсылмандардың патшасы өз үйінің сыртын өзі сылап әйел екеуі көшеде талдың көлеңкесінде ұйықтап жатыр. Неге? Не болып қапты оған десек, ол тынышта. Қолы да таза, жүрегі де таза, ісі де таза. Ол қорғатын ешкім жоқ та. Халықтың ішіне біреу келіп мені өлтіріп кетер ма? Елден біреу келіп басынан ұлып кетер ме екен деген ой жоқ та. Себебі ол әділет та. Сондықтан ағайын туыстар, Бисмарк деген Германияның канцлері айтқан екен да былай. Мен өзімнің осы канцлерлік қызметімді Мұхаммед пайғамбар алейхиссаламның заманындағы көше сыпырушыға ойланбай айырбастар еді деген екен. Не болып қалды оған? Сондай премьер-министрлік қызметін көше сыпырушыға айырбастайды. Себебі Мұхаммед алейхиссаламның заманында адамдарда иман болғандықтан, адамдарда имандылық пенен ақыретке деген сенім мықты болғандықтан, сен көше сыпырушысың ба? Сен қазынаның кілтін ұстап жүрген адамсың ба? Айырмашылық жоқ та. Қорланбайды да. Көше сыпырса неғыпты ол? Көше сыпырушы адалынан мал тауып жеп жүр. Абай айтады ғой, ешектің артын жусаң да мал тап. Адалынан ең бастысы құлшылығын Құдайына жасап, халқына қызметін етіп, бала-шағасын адалдан асырап жүрді. Сондықтан намазда көше сыпырушы алдыңғы сапқа тұрып қалса, артынан уәзір келіп тұрса, жүгіріп келіп, уәзір сіз тұрыңыз, мен артыңызға тұрамын демейді да ислам. Болмаса уәзір келіп қалса, көше сыпырушы алдында тұрса, ей көше сыпырушы, былайырақ тұр деп айтамайды да. Себебі Алла тағала қоғамда сондай теңдік берген да. Оның алдына барғанда ол уәзір, ал құлшылыққа келгенде, қоғамда бір жерге келгенде, олар бәрі бір дейді. Міне, осы қоғамда аңсағандықтан премьер-министр канцлер болып тұрып, өзі ондай бір рахаттанамағандықтан, мен канцлерлік қызметімді Мұхаммед алейхиссалам замандағы көше сыпырушыға айырбастар едім деген арманға толы сөзін айтқан еді да. Сондықтан ағайын туыстар, біз егер отбасында күйеуімізден бір әділдік көрмей жатсақ, әйелімізден бір лайықты түрде қызмет көрмей жатсақ, бала-шағамыздан бір лайықты түрде перзенттік парызын өтегенін байқамай жатсақ, бұның барлығы біздің иманға деген мұқтаждығымыздың себебінен. Егер біздің иманымыз неғұрлым толысқан сайын толыса берсе, жеке адамда да, отбасында да, қоғамда да бақыт тасып сыртқа шығады. Біз коррупциямен күресіп жатырмыз. Біз ұрлықшылармен күресіп жатырмыз. Түрмені толтырып біттік. Ал кеше біздің қазақ даласында түрме болмаған. Қазақ даласында түрме болмаған. Қазақ даласында қарттар үйі болмаған. Қазақ даласында жетімдер үйі болмаған. Жетімдер болған. Бала-шағасы жоқ қарттар болған. Жетімдер болған. Бірақ олардың проблемасы қолма-қол шешіліп отырған. Тентектер болған. Бірақ 10 жыл оларды түрмеге қамап, төбесіне ешкім мылтықпен күзетіп отырған жоқ. Тентектік қылған, Құдайдың алдында тәубесін қылған, адамның алдында насихатпенен, жазасымен өтеліп, насихатпен өтеліп кеткенді. Біз қандай керемет кезеңнен келіп, қандай жағдайға түстік те қазір. Қазақ қыздары көшеде тәміз сатып тұр. Сіз өзіңіз ойламаңыз, менің қызым үйтпейді. Ол анау бәленшелердің қызы ғой деп. Қаншама адам биш болып, жаңағы үй-күйі жоқ болып, мусорный ящиктің түбіне